Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен грушевый пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, сүт, жұмыртқа, қант, сары май, сұйық май, груша, корица, разрыхлитель, ванильный сахар және тұз. Жұмыртқа, қант, ванильный сахарды жақсылап миксерге араластырып аламыз. Сары май мен сұйық майды қосып, тағы да миксерге араластырып аламыз. Сүт қосып, тағы да араластырып аламыз. Ұнға разрыхлитель, тұз қосып, венчикпен араластырып аламыз. Осындай қоймалжың қамырымыз болып шығу керек. Грушаның қабығын ашып, төртбүштеп турап шығамыз. Табамызды отқа қойып, сары майымызды салып, ергенін күтеміз. Ертілген сары майымызға грушамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қант салып, тағы да араластырамыз. Грушамызға корица қосып, жақсылап араластырып, отымызды кішкене күшейтеміз де, сұйықтығымыз кеткенше қуырамыз. Грушамыз осындай болып қуырылып шығу керек. Табамды алдын ала майлап қойдым. Қамырымыздың бір жарты бөлігін салып, оның үстіне жаңа қуырылған грушамыздың бір бөлігін салып шығамыз. Қамырымыздың екінші бөлігімен үстін жауып шығамыз. Бетіне қалған грушамызды салып шығамыз. 170 градусқа 45-50 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, біздің грушевый пирог дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.